Жасында ғылым бар деп ескермедім дейді. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ері жеткен соң түспеді уысыма, қолымды уақытынан кешірмедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім кінәлі? Қолымда дөпсірмесем өстермедім дейді. Сол Абай атамыз тура сендерге мектепке берген кезде, медресеге берген кезде білімнің қадірін білмедім дейді. Шіркін-ай, сол кезден бастап білім алсам ғой, сол кезден бастап ұстаздарымды тыңдасам ғой дейді. Мен қазір бүгінгідей болмас едім дейді. Бұдан да басқаша болатын едім дейді. Абайдың өзі өкініп жатқан кезде біз кімбіз айтшы? Қазақ халқы өздерінің болашағы өздеріңсіңдер. Білімді бүгін алайық. Өйткені жас кезінде алған білім тасқа ойып жазғандай, орта жаста алған білім ол қаламмен жазғандай, қартайғанда алған білім ол құмға жазғандай екен. Мына жас кезде алған білім ол шеге ғой, шеге. Инстаграмға қарап, ютубқа қарап, уақытымызды бостан босқа өткізбейік. Сендердің ата-аналарың тек қана жақсы болғандарын күтеді, білімді болғандарын күтеді. Тек қана білім керек емес, тәрбиемен білім керек, имани білім керек. Сол кезде ғана біздерге тұтқа боламыз. Әйтпесе бізде бар білімімізбен тек қана ертең сол білімімізді өзіміз үшін ғана пайдалануымыз мүмкін. Мен өзім жеттім, бұл менің білімім, бұл менің байлығым деген сияқты. Ал адамда имани тәрбие мен білім бірге берілетін болса, бұл білімін халқына жұмсайды, Абай атамыз сияқты.